Сәлеметсіздер. Мен өзімнің шебер сыныбыма осындай электронды шақыру жасадым. Мына бірінші беті. Бірінші бетінде менің аты жөнім тұрады, қай мектептен, қай пән мұғалім екенмін. Одан кейін астында аудио. Құрметті ұстаздар, сіздерді жүйе арқылы білім беру, тәжірибе, тәсіл, нәтиже тақырыбындағы шебер сыныбымызға шақырамыз. Бірге жаңа білім мен тәжірибе алмасып, білім беру сапасын арттыруға үлес қосайық. Одан кейін мына жерде 5 бет бар, сол каждый бетке кірсек, осы шебер сынып туралы толық ақпарат аламыз. Бірінші бет шебер сынып туралы деген бетті ашайық. Бұл бетте шебер сыныптың тақырыбы жазылады. Және де қандай технология бар, және қандай жаңашылдық бар. Және де астына жазылады, шебер сыныпта сізге жай ғана жаңа құралдарды көрсетпейді, ол сізді педагогикалық ой-өрісіңізді кеңейтеді. Бұл бәсекеге қабілетті жаңашыл маман болудың жолы деп ұсыныс айтылады. Енді екінші бетті ашсақ, шебер сыныптың мақсаты көрсетіледі онда. Мақсат толық көрсетіледі. Әр қадам-қадаммен бөлініп, шынайы өмірмен байланысы, болашақ дағдылары, ойлауды дамыту деп барлығы өстіп көрсетіледі. Одан кейін артқа қайтып, үшінші бетке кірсек, үшінші бетте енді мына жерде шебер сыныпты жүргізетін туралы адам туралы мәлімет. Яғни мен туралы педагог зерттеуші, еңбек өтілі 25 жыл, математика сауаттылық есептен шығару әдістері атты авторлық бағдарламаның авторы, онлайн мұғалім, командалық зерттеу тобының жетекшісі, Lesson Study зерттеу тобының жетекшісі, N-Expliner тренер. Толық мәлімет беріледі. Келесі бетке көшсек, онда нақты қай күні, қай уақытта болатыны көрсетіледі. 21 күні, қаңтардың 21-і 11:40-та болады екен, 202-ші кабинетте. Және де ақырғы бетке баратын болсақ, сіз о жерде осы шебер сыныпқа қатысасыз ба, қатыспай, соны растайсыз. Егер де қатысамын деген бассаңыз, осындай сөз шығады. Егер де қатыспайтын болсаңыздар, онда өкінішке орай келесі жолы кездесеміз деген не беріледі. Рахмет.